Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мынандай міне кренделя жасаймыз. Жылы суға температурасы 35-38 градус. Бір шай қасық қант саламыз да араластырамыз. Енді оған 3 грамм сухий дрожжи саламыз, немесе 9 грамм свежий пресселген дрожжи саламыз. Негізі араластырмай-ақ осылай қоя саламыз 10 минутқа. Мейізге ыстық су құйып бұқтырып қоямыз. 10 минутқа қалдырамыз. Сары мейіз алса да болады. 10 минут өткен соң мейізді судан алып, орамалмен құрғатып қоямыз. Бір жұмыртқаға қалған қантты саламыз. Және тұз, ванильді қант, немесе қасықтың ішінде ванилин. Енді жақсылап араластырамыз. Бұған 10 минут тұрған көтерілген ашытқыны құямыз. Енді осы массамызды ұнды елеп саламыз. Немесе ұнды бір ыдысқа елеп ап, үстіне сұйық массаны құюға болады. Араластырамыз. Енді осы қамырымыздың үстіне майды қойып, нанды илейміз. 10-15 минут илейміз. Мейізді қосып, тағы да былай араластырамыз. Нан сонымен илеп басып болдық. Бетін пищевая пленкамен жауып, 2,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Сонымен нан 2 сағат тұрды, көтерілді. Столға аздап түсіремін. Нанды түсіремін. Нанды енді 1-4 бөлікке бөлеміз. Енді бұларды домалақтаймыз былай. Осылай 10 минутқа тындырып қоямыз. Нанды былай жаямыз ұнына. Енді аздап май жағып шығамыз, көп емес, аз ғана. Енді наны рулет қылып айналдырамыз, рулет сияқты былайынан. Шет жақтарын бәрін былай шеттен қысып шығамыз. Былай есеміз. Ортасына қарағанда шет жақтары жіңішкелеу болу керек. 45 сантиметрдай ұзындығы. Енді мына шетінен бастап мынаны 2 бөліп кесеміз былайынан. Екі айыруымыз керек. Осылай. Енді былайдан өріп шығамыз. Одан кейін тағы да былай айналдыра отыра, былай кішкене ұзартамыз. Енді оны былайынан алып, бір немесе 2 рет айналдырамыз үшін. Одан кейін сонымен кренделіміз мынандай болып шықты. Енді оны алып формасын келтіріп
Енді пищевая пленкамен бетін жауып 1,5 сағатқа көтерілгенге қойып қоямыз. Простойка. Өзіңізге ұнайтын кез келген орехті қуырып аласыз да ұнтақтап турайсыз. Бір жарым сағат өтті. Индендеріміз көтерілді. Енді бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. Духовканы 190 градусқа қыздырып қойдық. Қалған орехты себеміз. Енді крендельдерімізді 190 градуста қысып тұрған пешке 15-18 минутқа сарғайғанша пісіруге қоямыз. Ыдысқа сахарный пудра саламыз. Және оған ыстық су құямыз. Жақсылап араластырамыз. Егер де слишком қою болып жатса, тағы да кішкене аздап су қоюға болады. Ал сұйық болып жатса, онда үстіне аздап сахарный пудра қосуға болады. Енді сахарный пудраға 1 шай қасық лимон шырынын қосамыз. Тағы да араластырамыз. Бұлай араластыра бересіздер. Ол сұйық болу керек мына сияқты. Крендельдеріміз дайын. Крендельдерімізді решеткаға қоямыз. Біраз суығаннан кейін глазурь жағамыз. Қалған глазурға кішкене су құйып сұйықтатамыз. Және мынаның үстіне ағызып шығамыз. Сонымен міне крендельдеріміз дайын. Қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Егер видео ұнаса, каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар.